Мен Оралғазықызы Гүлім, Міржақ Дулатұлы атындағы 68-ші мектеп гимназиясының математика пәнінің мұғалімі, 7-гі сынып жетекшісі. Білімді ұрпақ ел болашағы, батыр жүрек ел тірегі атты үздік сынып сағатына қош келдіңіздер. Бұл тәрбие сағаты біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында ұйымдастырылып, оқушылардың рухани, адамгершілік және патриоттық құндылықтарын арттыру мақсатына ұйымдастырылды. Білімді де батыр жүрек ұрпақ елдің ертеңгі үміті, елін сүйген адал азамат ел тірегі. Қош келдіңіздер, билер, батырлар, жас ұрпақтар. Бүгін біздің елімізде адал азамат біртұтас тәрбиеге балуға, жас буынның жүрегіндегі отты оятуға жиналып отырмыз. Білімді ұрпақ ел болашағы, батыр жүрек ел тірегі. Еліміздің болашағын білімді де батыл ұрпақтардың қолында. Мен батырлықтың кодын іздеп жүрмін. Ол найза мен қылышта емес. Ол сендердің жүректеріңде. Батырлық коды замана жаңғырығы. Енді кезекте билерімізге сөз кезегін берейік. Төле би, біз қазір басқа заманда өмір сүріп жатырмыз. Батырлық найзамен емес, біліммен танылады. Қолда қалам мен компьютер. Заманым жасанды интеллект, енді елді қалай қорғаймыз? Балам, ақылмен ел танылар, айламен жау жеңілер. Бүгінгі жау надандық, оны жеңетін қару білім мен парасат. Бірлік бар жерде тірлік бар, білім бар жерде өрлік бар. Сендердің найзаларың, ойларың, қалқандарың, ақылдарың. Бүгінгі заманның батыры, жаңалық ашқан ғалым, технологияны ел игілігіне жұмсаған жас. Жасанды интеллект біздің көмекшіміз, бірақ елге қызмет ететін адам жүрегі. Ендеше болашақтың батырлары білім арқылы елді қалай қорғай алады? AI батырларын бірге тыңдайық. Мен AI қорғаушысымын, табиғатты қорғайтын жасанды интеллектпін. Ол спутник арқылы орманның жағдайын бақылап отырады, өрт қаупін алдын ала хабарлайды. Біздің AI табиғаттың электрондық күзетшісі. Мен AI дана, қазақ билерінің ақылымен кеңес беретін көмекші. AI дана, Төле би мен Қазбек бидің даналығын 21 ғасырға жеткізуші. Тура биде туған жоқ, туған биде иман жоқ. Даналық батырлықтың бастауы. Мен AI мұғаліммін. Шалғайдағы балаларға білім жеткізетін робот мұғаліммін. AI мұғалім тең мүмкіндік символы. Ол осы әлемдегі бүкіл балаға қазақ тілін, тарихын және ғылымды үйрете алады. Білімді ұрпақ ел болашағы. Төле би, батамызды беріңіз. Ал ендеше мен батамды беріп жегейін. Батыр бол балам, найзамен емес, біліммен ел қорғайтын, ақылмен халқымның бағы болар. Бірлік пен ынтымағың мықты болсын, елінің ертеңі сенің қолында. Технологияң құрал болсын, бірақ жүрегің отанға адал болсын. Сөз соңында бүгінгі жиынымызды түйіндейік. Сіздер үшін батыр бол деген ол не? Батыр бол деген ерлік, жүрек, білім, намыс, елге қызмет ету. Өте дұрыс. Бүгін біз батырлықтың жаңа кодын таптық. Ол біздің білімімізде. Ел тағдыры біздің қолымызда. Олай болса, осы жерде отырғандардан бір кеш сұрайық.